Диананың қандай аурумен ауырғаны белгілі болды. Қосылайық тележобасының бұрынғы жүргізушісі Диана Скатованың қандай аурумен ауырғаны белгілі болды. Бұл туралы ол әлеуметтік желідегі парақшасында айтты. Белгілі болғандай, дәрі оның ауырған жеріне әсер етпеген. Нәтижесінде саумал ішуге бел буды. Ол үшін Алматының сыртындағы шаруашылықтардың біріне саумал сауға барған. Ақпарат үшін Диана ханым қазір күніне 5 рет саумал ішіп ем қабылдап жатыр. Бұл туралы ол өз парақшасындағы жазбасында былай деп жазды: тап-таза саумал ішіп 10 күн ауырған басым қойды десем, кім сенеді? Дәрі көмектеспегенде биенің жаңа сауылған сүті бірден қойдырды. Оның үстіне басқа да қанша аурудың емі. Міне сүзіп жаңа сауылған биенің сүтін осылай жып-жылы. Желі қолданушылары Диананың осы жазбасына қатты алаңдады. Және ол мынадай пікірлерді тоқтаусыз жазды. Ем болсын Диана, жан ауырма. Диана жаным қалайсың, ем болсын. Ем болсын. Маладес, қорықпай сауып жатқаныңыз. Жарайсың Диана, Алла шипасын берсін, емін берсін, ауырма енді. Сен өте керемет жансың, Аллам бағыңды ашсын. Ауырма, денсаулығыңды күт, өмірің алда, бақытты өмір, жарқын болашақ тілеймін. Деп жарыса жазды желі қолданушылары. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 2 жыл бұрын Диана ханым ауырып ем қабылдаған болатын. Өткен жылы оның көзінде проблемалар пайда болды. Желі қолданушыларының кейбір пікірлеріне қарағанда, оған көз тиген болуы мүмкін. Көрермен, мінекей бізде қазір Альмира Асхатқызы тікелей эфирде. Санаулы күндерден кейін өзім тікелей эфирге оралатын болам. Ал жобаға сәттілік тілеймін, өзім басы қасында жүрем, онлайн түрде. Сондықтан сағынбаңыздар, жақын арада қайтадан қауышамыз. Қалай болғанда да қызымыз Диананың сауығып кетуін тілейміз. Айтпақшы, ол өзінің соңғы кездері қатты сағынып жүргенін өз стористерінде ашық айтады. Соңғы жазбасында ол сағыныш деген ғажап сағымның деп жазды. Мүмкін ол Америкада жүрген сұлтанды сағынып жүрген шығар. Бірақ ол қырғыз журналистерінің сұрағына басым бос емес, жігітім бар деп айтқан болатын.